Саламатсыздар ма балалар? Здравствуйте. Бүгін 6 мамыр, 6 мая. Аптаның 3 күні, 3-й день недели. Сәрсенбі, среда. Сабағымыздың тақырыбы мамандықтар дәрігерде. Пишем дату и тему. Мамандықтар, ребята, это профессии. Сабағымыздың жаңа сөздермен танысайық. Менен кейін қайталаймыз. Повторяем за мной. Дәрігер. Дәрігер. Аспаз. Аспаз. Суретші. Суретші. Мұғалім. Мұғалім. Дәрігерде. Дәрігерде. Ауырады. Ауырады. Тіс. Тіс. Теперь, ребята, пишем эти новые слова. Дәрігер, врач, аспаз, повар, суретші, художник, мұғалім, учитель, дәрігерде, у врача, ауырады, болеть, тіс, зуб. Енді балалар, теперь, ребята, обратите внимание на картинки. Слушаем и повторяем. Дәрігер, аспаз, суретші, мұғалім. Бұл кім? Бұл дәрігер. Бұл кім? Кто это? Бұл кім? Бұл дәрігер. Это врач. Бұл кім? Бұл аспаз. Бұл суретші. Бұл мұғалім. Өте жақсы балалар. Енді оқимыз. Давайте вместе прочитаем. Дәрігер емдейді. Дәрігер емдейді. Врач лечит. Мұғалім оқытады. Мұғалім оқытады. Учитель учит. Суретші сурет салады. Суретші сурет салады. Художник рисует. Аспаз тамақ пісіреді. Аспаз тамақ пісіреді. Повар готовит еду. Өте жақсы балалар, енді тағы да тыңдайын. Слушаем данный диалог. Сенің тісің ауыра ма? Менің тісім ауырады. Менің тісім ауырмайды. Сенің тісің ауыра ма? У тебя болит зуб? Менің тісім ауырмайды. У меня не болит зуб. Менің тісім ауырады. У меня болит зуб. Теперь запомните, ребята, есте сақтаңдар балалар. Сенің тісің ауыра ма? Иә, ауырады. Ауырады, галочка, ауырады. Сенің тісің ауыра ма? Жоқ, ауырмайды.
Крестик ауырмайды. Өте жақсы балалар. Енді дәптерімізді ашамыз. 28 страница. Бірінші тапсырма. Дәрігер, мұғалім, суретші, аспаз сөздерін жазамыз, пишем. Екінші тапсырма. Оқы, сәйкестендір. Прочитайте и соединяйте. Например, емдейді. Емдейді. Лечит. Кто лечит? Врач. Соединяем их. Сурет салады. Рисует. Оқытады. Учат. Тамақ пісіреді. Готовит еду. Үшінші тапсырма. Тыңда, жаз. Слушай и пиши. Мынау кім? Бұл суретші. Бұл суретші. Ол не істейді? Ол сурет салады. Ол сурет салады. Пишем. Теперь, ребята, открыли 29-ю страницу. 29-шы бетті ашамыз. Страница 29. Бірінші тапсырма. Жазамыз. Тіс. Зуб. Менің тісім. Мой зуб. Ауырады. Болит. Екінші тапсырма. Сәйкестендір. Соедини. Менің тісім ауырады. Тіс что? Зуб. Вот, у него зуб болит. Менің қолым ауырады. Давайте вспомним, ребята, что такое қол. Правильно, рука. Менің аяғым ауырады. Үшінші тапсырма. Тыңда, слушай, толықтырып, жаз. Менің қолым ауырмайды. Менің қолым ауырмайды. Менің тісім ауырады. Менің тісім ауырады. Менің аяғым ауырмайды. Менің аяғым ауырмайды. Төртінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Ответь на вопрос. Отвечай на вопрос. Сенің тісің ауыра ма? У тебя болит зуб? Вы отвечаете. Менің тісім. Дальше сами. Үйге тапсырма. Видеороликтегі тапсырмаларды орындап, маған WhatsApp-тан жібереміз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.